Саламатсыздар ма оқушылар? 6 сынып математика теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығару тақырыбы бойынша оқулықтағы 1448 есептен бастап шығарылуын көрсетейін. Жеміс ағаштары егілген жердің ауданы көкөніс егілген жердің ауданынан 6-ға артық. Жеміс ағаштары егілген жердің ауданы 25%-ке, ал көкөніс егілген жердің ауданы 20%-ке арттырғанда барлығы 32 болды. Алғашқыда жеміс ағаштары егілген жердің ауданы қандай болды? Көкөніс егілген жердің ауданы қандай болды дейді. Енді есептің шартын құрып алайық. Жеміс ағаштары алғашқыда егілген жердің ауданы x дейміз, ал көкөніс егілген жердің ауданын y деп аламыз алғашқыда. Енді бірінші сөйлем бойынша жеміс ағаштары егілген жердің ауданы көкөніс егілген жердің ауданын 6-ға артық дегенде x минус y тең 6 деген теңдеу болады бірінші. Енді екінші теңдеу жеміс ағаштары егілген жердің ауданы 25%-ке дейді. Бізде жеміс ағаштары егілген жер x, оның 25%-ны табу үшін 100-ді 25-ке бөлемде. 25-ті 100-ге бөліп x-ға көйтем, сонда ол 0,25x болды. X-тің 25% деген сөз. 25%-ке екеуін де арттырса деп тұр ғой, болса x қосылған 0,25x болады. Арттырса десе 1,25x болады. Енді көкөніс егілген жердің ауданы 20%-ке десе 20%-ны тауып аламын. Бізде 0,2x 20%-ке арттырса десе y алғашқы y-ке қосам 0,2 y қосам. Сонда 1,2 y. Жеміс ағаштары егілген жердің ауданы 25%-ке, ал көкөніс егілген жердің ауданы 20%-ке арттырғанда, сонда 1,25x қосылған 1,2 y тең 32 деген келесі. Енді теңдеулер жүйесі осы күйде болады. Ары қарай алмастыру тәсілімен x тең 6 қосылған y 1,25-ті 6 қосылған y-ге көбейтем. Қосылған 1,2 y тең 32 деген теңдеу шығады. Енді мына теңдеуді астына бөлек шығарып алайыншы. 1,25-ті 6-ға көйтсем, енді 7,5 қосылған 1,25 y қосылған 1,2 y тең 32 деген теңдеу шығады. Енді мынау мен мынаны біріктіретін болсам, менде 1,45 y тең 32-ден 7,5-ті азайтатын болсам, 24,5 деген мән шығады. Y-ті екеуін бір-біріне бөлсем, менде 10 деген мән шығады. Енді x-ті табу үшін мына жерге қоя қоям, 6-ға 10-ды қоссам, менде 16 деген сан шығады. Сонда жауабы жеміс ағаштары егілген жер 16-ға, және көкөніс егілген жердің ауданы 10-ға болады екен. Біз есептің жауабы. Келесі ары қарай 1449, енді бұл қайталауға арналған жаттығу. Мына жерде енді бірінші сурет бойынша дөңгелектің радиусын дейді. Мына дөңгелектің бізге радиусын табу керек. Ол үшін мына жерде мына дөңгелектің 3,14 см² бір бөлігінің ауданы беріліп тұр. Енді мынау тең 4 бөлікке бөлгендіктен осы 3,14 4-ке бөлсем түгел дөңгелектің ауданы шығады. Және А варианты түгел дөңгелектің ауданы табу үшін 4-ті 3,14-ке көйтем. Сонда менде 12,56 деген сан шығады. Ал бізде дөңгелектің ауданы табу формуласы s тең πr квадрат қой. πr квадрат, соның орнына мәндерін қойсам, пидің орнына, мына жерде пидің орнына 3,14 қоямын. r квадрат тең, s-тің орнына 12,56-ны қоямын. Сонда r квадрат тең 12,56-ны 3,14-ке бөлгенде менде 4 деген мән шығады. Ал r-дің мәні бізде 2-ге тең болады. Бірінші есептің жауабы. Келесі әсі. Мұнда квадраттың тең 4 бөлікке бөлінді, бір бөлігінің ауданы 4 болса, бізде түгел ауданы табу үшін 4-ті, мынаны 4 еселеймін. 16 болады. Енді бізге квадраттың қабырғасын тап деп тұр ғой. Қабырғасы А десек, сол қабырғасын табу үшін квадраттың ауданы формуласы s тең а квадрат формуласын қолданамын. Орнына мәндерін қойсам, а квадрат тең 16 деген. Бұдан А-ның мәні бізде 4-ке тең болады. Екіншісінің жауабы. Енді келесі босы. Бізде мына іші боялған төртбұрыштың ауданы 12, оны тең 2-ге бөлсем, мынаның ауданы 6, мынаның ауданы 6 болады. Ал бізде мынаның мен мынаның аудандары бір-біріне тең, мынау да 6 болады. Енді сонда мына ABCE төртбұрышының ауданы 6 мен 6 қосам 12-ге тең болады. Сонда мына төртбұрыштың ауданы бізде 12-ге тең болады. Ал оның ені бар, ұзындығын табу керек бізге. Высы қабырғасының ұзындығын тап дейді.
Ол үшін бізде тікбұрыштың ауданы ен мен ұзындығының көбейтіндісі, мысалы мынау бізде 12-ге тең, мынау 1,15-ге тең болса, в-ның мәнін табу үшін 12-ні бөлем 1,5-ге. Сонда в-ның мәні менде шығады 8-ге тең болатыны бізде есептің жауабы. В деп тұрғанымыз бағанағы в-сы ғой. В-сының мәні 8-ге тең болады екен.